Естіліп тұрмыз ба? Естіліп тұрма әріптестер, сәлеметсіздер. Естіліп тұрма. Естіліп Жақсы. Ал құрметті әріптестер, мына келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Барлықтарыңызға еңбектеріңізге сәттілік. Мына бүгінгі келіп жеткен Наурыз мерекесіне сай келіп жатқан біздің үлкен мерекеміз вебинар өткізейік деп отырмыз сіздермен. Номер 177 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімдерінің үздіксіз кәсіби іс-әрекетінің шарты ретінде педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату тақырыбындағы вебинарға қош келіп отырсыздар. Жалпы бұл вебинарымыздың мақсаты бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасау, жоғарғы технологияны бәсекеге қабілетті әлемде өмір сүруге дайындалған тұлғаны оқыту мен тәрбиелеу сапасын жетілдіру үшін олардың шығармашылық әулетін дамыту. Жалпы бұл вебинарға қатысатын спикерлердің аты жөнін айтып кетейін. Алдиярова Мирагүл Айгалыковна, Жұмабекова Елвира, Жүнісбекова Нұргүл, Тұлымшақова Сәуле, Избасарова Ғалия, Құрманалиева Жазира және Маратова Арай. Бұл кісілердің барлығы біздің бастауыш сынып мұғалімдері және биыл зерттеуші санатына өткелі отырған мұғалімдер. Енді бірінші тақырыпты бастамас бұрын мен өзімді таныстырып кетейін. Алдиярова Мирагүл Байгалыковна, бастауыш сынып мұғалімі. Менің элективті курс бағдарламам тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының оқылым дағдысын дамыту. Жалпы курс бағдарламасының мақсаты бастауыш сынып оқушыларының оқу қабілеттерін түсіну дағдыларын, оқу барысында қызығушылықтарын дамыту арқылы олардың оқу мәдениетін қалыптастыру. Бұл мақсатқа жету барысында оқу дағдыларын түрлі әдістемелер арқылы жетілдіру және оқушыларды жүйелі түрде оқуға ынталандыру. Бағдарламаның міндеті оқу дағдысын қалыптастыру, қызығушылықты ояту, түсіну қабілетін арттыру, оқу техникасын жақсарту, сөздік қорын байыту, өзіндік оқу әдетін қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігіне тоқтала кететін болсақ, бұл бағдарламада сауаттылық пен білімнің негізін қалау арқылы бастауыш сынып кезеңіндегі балалардың сауатты оқуын, түсініп оқуын, алғашқы қадамдарды қалыптастырудың маңызды екені бәрімізге белгілі. Соны ары қарай дұрыс оқуға дағдыландыру арқылы болашақта баланың барлық пәндерге деген жетістіктерін әсер етеді. Және қазіргі өздеріңізге белгілі заман талаптарына сай дағдыларды дамыту арқылы ақпараттық технологияларды барынша бала өздері бойына алып, көпшілік көрнекі және интерактивті контенттерге қызығады. Осы орайда оқылымға деген қызығушылықты арттыру және оқу дағдысын дамыту үшін арнайы әдістер мен заманауи тәсілдер қолдана алады. Ұлттық және мәдени құндылықтарды насихаттау кезінде бағдарлама барысында қазақ әдебиетінен және әлем әдебиетінен үзінділерді оқи отырып, ұлттық және әлеуметтік мәдениетке баулу арқылы оларды даму мүмкіндігі туындайды. Және түсіну, аналитикалық ойлау дағдыларын дамыту арқылы түсіну және оны талдау дағдыларын дамыту үшін олардың бойына 4 қабілет артады. Жеткізе білу дағдыларын саналады. Енді осы бағдарламаның жаңашылдығына тоқталып кеткім келіп отыр. Бұл жаңашылдық бірінші заманауи педагогикалық әдістерді қолдану арқылы
Бағдарламада қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар, әдістер кеңінен қолданылады және белсенді оқыту әдістерін ынтымақтастыққа оқыту арқылы дифференциал және жобалық оқытуды қолданады. Сонымен қатар интерактивті және цифрлық ресурстарды пайдалану арқылы оқушының қызығушылығы артып, оқылым дағдысына деген өзінің білімін интерактивті тапсырмалар арқылы ойын элементтері, анимациялар және сандық құралдарды енгізіп, сол енгізілген құралдарды QR кодтар арқылы қосымша материалдарға қол жетімді жаңашыл құралдар арқылы қолдана біледі. Және кросс пәндік байланысты жүзеге асырады деп отырмыз. Бұл жерде кросс байланыс дегеніміз бұл пәнаралық байланыс болып саналады. Оған математика пәні, жаратылыстану пәні және өнер секілді түрлі пәндермен байланысты тапсырмалар беріліп, оқушылардың жалпы таным көкжиегін кеңейтуге, пәндер арасындағы байланысты түсіне білуге көмектеседі және өмірмен байланысты дұрыстап сезіне біледі. Ал енді осы жұмыстардың барлығын бала бойына сіңіргеннен кейін оқушылар жылдам және түсініп оқи алатын болады. Балалар оқу жылдамдығымен оқуға деген қызығушылығы артады, мәдени және рухани құндылықтар қалыптасады. Оқушылар ақпаратты талдау, салыстыру, қорытындылай жасай отырып, өзін-өзі бағалау жауапкершілігі бойына сіңіп қалыптасады. Ал енді бұл нәтижелер арқылы оқушылар оқу дағдыларына, сонымен қатар өз бетімен Дауысыңыз өшіп қалды, Байгалыковна. Байгалыковна, дауысыңызды өшіріп қойдыңыз. Бұл нәтижелер арқылы оқушылар оқу дағдыларын ғана емес, сонымен қатар өз бетімен білім алуға деген қабілетін дамыта отырып, олардың өмір бойы білім алуға деген құлшынысы қалыптасады және бағдарлама олардың интеллектуалдық және мәдени дамуына, рухани бай тұлға болып қалыптасуына үлкен ықпал етеді. Міне осындай нәтиже күтуге болады. Енді жалпы бұл бағдарлама барысында, бұл бағдарлама 3-ші сынып оқушыларына арналған бағдарлама болғандықтан, аптасына 1 сағат, яғни оқу жылына 34 сағатты құрайды. Бағдарламаның тұрақтылау мазмұндылық бөлімі, яғни 3 бөлімнен тұрады. Ол жерге нормативті бөлім кіреді және күнтізбелік тақырыптық жоспарлар және қысқа мерзімді жоспарлар кіреді. Жалпы енді осы жағдаяттардың барлығын оқушы өзінің бойына сіңдіріп, осындай бағыт бағдарды алған бала қандай нәтижеде болады? Яғни бастауыш сынып оқушылары оқу білім алуға дайын, сауатты, тіл байлығы жоғары, сыни тұрғыда ойлай алатын және өзіндік оқу әдетін қалыптастырған тұлға болып қалыптасады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қазір вебинар соңынан қойыңыздар, жауап береміз. Рахмет назарларыңызға. Келесі әріптесіме берейін кезекті. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Өзім таныстыра кетейін. Нөмірі 177-ші мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Жұмабекова Эльвира Тыныштықбайқызы. Балнұр, өшіріңіз дауысын. Балнұр, айфон.
Слайдымды қосып жіберсеңіз. Слайдты қосып жіберсеңіз. Ал, жоқ. Слайд қосылмайды. Енді қосылды. Бірінші бетінен бастап қосамын. Жақсы. Бүгінгі қорғайтын тақырыбым ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға арналған тапсырмалар. Менгі жаңағы бағдарламам. Жалпы бастауыш сыныптың барлық оқушыларына арналған әдістемелік құрал ретінде. Дауысым естіліп тұр ғой, иә? Саған жауап бере алмайды бәрін. Жалпы мақсатымыз, бұл бағдарламаның мақсаты ерекше білімді қажет ететін оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, оқытуда әртүрлі әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы танымдық қабілеттерін дамыту. Міндеттеріне тоқталатын болса, қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру және әлеуметтік бейімдеу жұмыстарын жүргізу, дамуындағы ауытқудың алдын алып біріккен түрде жұмыс жасау, үшінші әртүрлі тәсілдер арқылы пайымдауға үйрету, өзіндік жеке жұмыстарды орындатуға машықтандыру, есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, қол моторикасын жетілдіру және қиялдау, елестету және шығармашылық ойлауын дамыту, топтау, талдау, жинақтау, ой қорыту дағдыларын қалыптастыру. Бұл бізде міндеттеріміз болып саналады. Енді бағдарламаның өзектілігі, жалпы қазіргі таңда бүткіл дүние жүзі бойынша жаңағы ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға күнделікті өмірге қажетті дағдыларды дамыту маңызды. Және ерекше білім беруде қажеттілігі бар балалардан ұзақ уақыт бойы оқытудың нәтижелерін күтеміз. Одан кейін қалыпты балалармен салыстырғанда кері байланыс орнату қиындық туғызатынын да білеміз. Сол себептен осындай ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды дамытудың негізгі шарты осы ойын, тапсырмалар арқылы қарым-қатынас жасау. Жалпы жаңалығы, осы бағдарламаның жаңалығына тоқталатын болсам, осы тапсырмалар орындау арқылы оқушылардың өзін-өзі тануына, өзін көрсетуіне мүмкіндік береді. Әртүрлі ойын элементтері мен әдістер арқылы балалардың тапсырмаларды орындауға деген қызығушылығы артып, өзіндік дамуы қалыптасады және ортаға бейімделеді. Енді бұл жерде бағдарламаның тапсырмалары өте көп. Енді осыларды қысқаша тоқталып өтейін. Психологиялық дамытуға арналған тапсырмалар, олар ептілікке, байқағыштық, есте сақтауға арналған жаттығулар, тілдік дағдылар дамыту тапсырмалары бар бұл жерде. Және қозғалыс моториканы дамыту тапсырмалары, әлеуметтік дағдыларды дамыту, көркемдік тапсырмалар, қол моторикасын дамытуға арналған тапсырмалар, дененің ірі моторикасын дамытуға арналған тапсырмалар, көру арқылы есте сақтау тапсырмалары, логика және зейін жаттығулары жатар. Енді әрқайсысына тоқталып өтпей-ақ қояйын. Бұл жерде енді қысқаша бір 3-4-еуін айта кетейін. Мынау жаңа ептілікке, байқағыштыққа арналған тапсырмалар 7 жаңағы бөлімнен тұрады. Яғни тапсырмалардан 7 бөлімге берілген. Одан кейін тілдік дағдыларды дамытуға арналған тапсырмалар, бұл жерде де бұл бөлімде 12 жаттығу берілген. Одан кейін қозғалыс және моториканы дамыту тапсырмаларда 12 жаттығу берілген бұл жерде. Одан кейін көркемдік тапсырмалар, бұл жерде 7 ойын тапсырмалары бейнеленген. Енді 1-2-еуіне қысқаша тоқталып өтейін. Келесін аша беріңіз. Жаңағы
мелодияларды сәйкестендіру деген тапсырма бар. Мысалға, оқушыларға белгілі бір музыкалық дыбыстар немесе әуендер тыңдатылып, оларды сәйкестендіру немесе сол әуендерді қайталау ұсынылады. Сонымен бірге шапалақтау арқылы да жүзеге асыруға болады. Бұл тапсырма балалардың есту және есте сақтау қабілетін дамыту. Ал қағазды бүктеу оригами, бұл оқушыларға қағазды белгілі бір пішінге бүктеу тапсырмасы беріледі. Бұл тапсырма олардың қол моторикасын дамытады. Осы сияқты бірнеше тапсырмалар бар. Келесі. Қорытындылай келе, ерекше білімді қажет ететін оқушыларға оқытуды ұйымдастыру үшін әдістемелік нұсқауларды құрастыру маңызды, себебі олар әртүрлі психологиялық және физикалық қажеттіліктерге ие, сондықтан оқыту тәсілдері де өзгеше болуы тиіс. Міне осындай оқушыларға оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулар. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, әріптестер. Менің аты жөнім Жүнісбек Нұргүл Айдаровна, бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі менің тақырыбым бірінші, екінші сыныпта математика сабақтарында халық педагогикасының элементтерін пайдалану. Мақсаты, бүгінгі элективті курстың мақсаты оқушыларға математикалық ұғымдарды халық педагогикасының элементтері арқылы меңгерту, қазақ халқының ұлттық есептері, санамақтары, жұмбақтары және өлшем бірліктері арқылы математикалық ойлау қабілеттерін дамыту, математиканың ұлттық ойындары мен тәжірибелік тапсырмалар арқылы қызықты әрі тиімді түрде үйрету. Курстың міндеті халықтық педагогика элементтерін пайдаланып, логикалық ойлауды дамытуға арналған ұлттық ойындар мен жұмбақтарды қолдану, оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру және пәнге деген қызығушылығын қалыптастыру. Оқушылардың білуі керек қазақ халқының дәстүрлі есептері, ұлттық өлшем бірліктер, мысалға қарс, сүйем, ел, табан дегендерді, халықтың математикалық ұғымдары, жұп, тақсандар маңызы, жеті санның қасиетін, санамақтар, жұмбақтар, мақал мәтелдер арқылы математикалық ойлау негіздері, ұлттық ойындар, асық ойыны, тоғызқұмалақ, арқан тарту арқылы математикалық есептеулер құру, математиканың күнделікті өмірде байланыстыру. Оқушылардың игеруі керек математикалық амалдарды қосу, азайту, халықтық есептер арқылы шешу, сөздік есептерді халықтың тұрмыстық жағдайларымен байланыстырып шығару, логикалық ойлау дағдыларын дамыту, жұмбақ есептерді шешу, математикалық ребустарды талдау, қарапайым есептеулерді халықтық өлшемдермен байланыстыру, мысалы, бір қарыс қанша сантиметр деген сұрақтар арқылы өлшеу дағдыларын қалыптастыру, ұжымдық ойындар мен топтық жұмыста математикалық тапсырмаларды орындату. Оқушылардың құзыреттілігіне қойылатын талаптар, танымдық құзыреттілігі, халықтың педагогика элементтерін арқылы математикалық ұғымдарды түсіну және қолдану, коммуникативті құзыреттілік, есептерді түсіндіру, өз ойын еркін жеткізу, пікір алмасу, логикалық ойлау қабілеті, есептерді әртүрлі тәсілмен шешу, халықтық әдістерді пайдалана отырып тиімді шешім табу, шығармашылық құзыреттілігі, өз бетінше есептер құрастыру, әлеуметтік құзыреттілік, топпен жұмыс істей білу, ұлттық құндылықтарды құрметтеу және өмірде қолдана білу. Енді курстың өзектілігі, жаңашылдығы, бірінші, екінші сыныпта математика сабақтарында халық педагогикасының элементтерін пайдалану балалардың танымдық қабілеттерін дамытудың тиімді тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл тәсілдердің өзектілігі келесі факторлармен негізделеді. 5 түрлі фактормен. Оқушылардың ұлттық сана сезімін қалыптастыру, халық педагогикасын ұрпақтан ұрпаққа жалғасын келе жатқан тәрбие құралы, қазақтың сан ғасырлардан алық өмір мен тәжірибесін қызығушылық арттыру. Екінші, оқу материалын оңай меңгеруге көмектеседі. Кішкентай балаларға күрделі математикалық ұғымдарды түсіндіруде ұлттық ойындар, санамақтар, жұмбақ, мақал мәтелдер үлкен рөл атқарады. Мысалға 5 саусақ деген сияқты. Енді үшіншіде қызығушылық пен мотивацияны арттырады.
бастауыш сынып оқушыларының ойын арқылы жақсы үйренуі, қызғу, асық ойнау, арқан тарту секілді ойын элементтерін қолдануға болады. Логикалық ойлауды дамытуы, қазақтың байырғы өлшем бірліктері, жаңағы айтып кеткендей табан, қарыс, сүйен, елі деген сияқты халықтық есептер балалардың логикалық және шығармашылық ойлауын дамытады. Мысалы, ағаштың басында 5 қарға отыр еді, 2-еу ұшып кетті, нешеу қалды деген сияқты. Тілдік қорды байыту, математикалық терминдерді халықтың ұғымдарымен байланыстыра отырып түсіндіру, балалардың сөздік қорын байытып, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Бағдарламаның бөлімі 2 тараудан тұрады. Бірінші тарауда математиканың оқытудағы халық педагогикасының кейбір мәселелері, халықтық педагогика туралы ұғым, халықтың педагогиканың математиканың оқытудағы орны. Екінші тарауда бастауыш сынып математика сабағында халықтық педагогиканың пайдалануы, ұлттық ойындар, санамақтар, мақал мәтелдер, жұмбақтар мен жаңылтпаштар, ертегілер, логикалық есептер, халықтық педагогика элементтерін пайдаланудың іс тәжірибелері. Енді қорытындылай келе, еліміздің егеменді алуына байланысты жалпы білім беру жүйесі айтарлықтай дәрежеде қайта қаралып, оны жетілдіру жолдарын іздестіруде. Болашақ қоғам мүшелерінің нарықтық экономика жағдайларында өмір сүріп, нәтижесі қызмет етуіне математикалық білімнің жасайтын ықпалы мол. Орта мектепте математиканы оқытудың білімділік мақсаты барлық оқушылардың математика ғылымының негізгі болып білімдердің жүйесіне білім әлемі және ол білімдердің саналы түрде шығармашылықпен қолдана алудың іскерлігі мен дағдыларын бүкіл қалыптастыру мен ой өрісін дамыту болып табылады. Ал оның негізгі бастаушы сыныптарда қаланбақ. Назарларыңызға рахмет. Держи телефон. Аяқты болсын. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Ізбасарова Ғалия Жұмагелді қызы, бастауыш сынып мұғалімі. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы мәтінмен жұмыс, бастауыш сыныптар үшін талдау дағдыларын дамыту. Бұл авторлық бағдарламамыздың мақсаты мәтінмен жұмыс жасау арқылы бастауыш сынып оқушыларының аналитикалық дағдыларын қалыптастыру және дамыту, мазмұнды қабылдауға, сыни ойлауға, ақпаратты өз бетінше талдау дағдыларына ықпал ету біздің мақсатымыз. Енді бұл авторлық бағдарламаның міндеттері оқушылардың мәтіндік ақпаратты мағыналық қабылдау және талдау қабілетін дамыту, оқушыларда мәтіннің негізгі идеяларын салыстыру, жалпылау және анықтау дағдыларын қалыптастыру. Әртүрлі мәтіндермен жұмыс жасау арқылы мәселелерді шешуге, шығармашылық көзқарасты қалыптастыруға ықпал ету, қиялдау, елестету және шығармашылық ойлауын дамыту, ой қорыту, жинақтау, топтау, талдау дағдыларын қалыптастыру. Оқу және оқудан тыс тапсырмалар шеңберіндегі аналитикалық ой. Дауысыңыз өшіп қалды. Ғалия апай, дауысыңыз естілмейді. Микрофонды өшіріп. Дауыс өшіп қалды. Ғалия апай, микрофонды қосыңыз. Кешіріңіздер. Мәтін түрлерін талдай отырып, мәтіндегі негізгі ойды табуды үйрету, баланың интеллектуалды және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Енді осы оқушылардың қолдана алу керек. Бұл жерде балаларда арнайы таңдалған мәтіндер мен тапсырмалар арқылы талдау, негізгі ойды табу, ақпаратты қабылдау, мәселелерді шешу. Тест нәтижелері мен жазба тапсырмаларды орындау, ақпаратты қабылдау, есте сақтау деңгейін арттыру, мәтіннің негізгі идеяларын бөлектеу, игеру. Енді осы авторлық жұмыстың өзектілігі мәтінмен жұмыс бастауыш сыныптар үшін талдау дағдыларын дамыту бағдарламасы мектептегі оқудың алғашқы жылдарынан бастап балаларға мәтінді мағыналы оқу және талдау дағдыларын үйретуге бағытталған. Келесі, бұл 3-4 бағдарлама 3-4 сынып оқушылар несіне арналған оқушыларына аптасына 1 сағат, жалпы 34 сағат. Бұл жерде 7 бөлімнен тұрады сағаттары. Бұл жерде негізгі оқу сауаттылығы, балаларға арналған әдеби жанрлар,
мәтіндегі түсіну стратегиялары, оқуға үйретудің ойын әдістері, сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту, оқу дағдыларын практикалық қолдану, оқу сауаттылығы және заманауи технологиялары. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы 177-ші мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Тұншақова Сәуле Қуантайқызы боламын. Дармекін қосып жіберсеңіздер. Емес. Авторлық бағдарламаның тақырыбы стилистика және сөйлеу мәдениеті. Мақсаты оқушылардың тілдік стилистикалық ерекшеліктерін түсіндіру және сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Бұл пән балаларға дұрыс және әсерлі сөйлеу, өз ойларын нақты және дұрыс жеткізу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Міндеттері тілдік қорды байыту, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, стилистикалық ерекшеліктерді түсіну, шығармашылық қабілеттерді дамыту, оқылым және жазылым дағдыларын дамыту, әңгімелесу және тыңдау дағдыларын дамыту. Енді бұл бағдарламаның өзектілігі стилистика және сөйлеу мәдениеті пәні бастауыш сыныпта өте маңызды рөл атқарады. Өйткені ол балалардың тілдік және сөйлеу дағдыларын ерте жастан қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаның өзектілігі бірнеше негізгі аспекттерден негізделген. Тілдік қорды ерте дамыту, бастауыш сынып оқушыларының сөздік қорын кеңейту және тілдік құралдарын дұрыс қолдану, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Бұл жерде балалардың дұрыс сөйлеу, орынды сөз қолдану және мәдениет қарым-қатынас дағдыларын дамыту арқылы олардың әлеуметтік және білім беру ортасында табысты болуға ықпал етеді. Тілдің статистикалық ерекшеліктерін түсіну, әртүрлі сөйлеу жағдайларында сөздер мен сөйлемдерді қалай қолдану керектігін түсіну және олардың қолдану дағдыларын үйрену. Бұл балалардың мәтіндермен жұмыс істеу қабілеттерін арттырады. Шығармашылық және аналитикалық дағдыларды дамыту. Оқушыларды сөздерді шығармашылық тұрғыдан қолдануға және мәтіндерді стилистикалық талдау жасауға ынталандыру. Бұл олардың аналитикалық ойлау қабілеттерін жетілдіреді. Қазіргі заманғы талаптарға сай білім беру, тілдік және сөйлеу мәдениеті бойынша білім беру қазіргі заманның талаптарына сәйкес балалардың қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған жаңа әдістер мен тәсілдерді енгізуге мүмкіндік береді. Бағдарлама 3 бөлімнен тұрады. Бұл бағдарлама 4 сыныпқа арналған, аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды. Бірінші бөлімде 15 сағатты құрайды. Келесі. Бұл жерде сөйлеу мәдениеті және тілдік нормалар деп аталады бірінші бөлім. Екінші бөлімге де 15 сағат бөлінген, стиль және стиль түрлері деп аталады. Ал үшінші бөлім мәтіннің жанрлық ерекшелігі. Бұл жерге 4 сағат бөлінген. Енді қорыта айтқанда, бұл жазған бағдарламамның қорытындысына келсем, бағдарлама балалардың жеке тұлғалық дамуына ықпал етуге бағытталған. Бұл оқушыларды және мәдени құндылықтарға тәрбиелеу, оларды өзін-өзі жаңа қабілеттерін арттырып және жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту мақсатында жүзеге асырылады. Бағдарламада сөйлеу мәдениетінің нормалары мен құндылықтары, соның ішінде сыпайылық, құрмет және өзара түсіністікке ерекше назар аударылады. Бұл оқушылардың этикалық және мәдени құндылықтарын түсінуі мен қабылдауына көмектеседі. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Құрманалиева Жазира Қуандыққызы. Менің авторлық
Бағдарлама тақырыбым өзіндік жұмыс тапсырмалар арқылы функционалды сауаттылықты дамыту әдістемесі. Қыздар, менікін қосып жіберсеңіздер слайдымды. Осы. Жақсы, келесі өткізе беріңіздер. Бұл менің тақырыбым өзімдік жұмыс тапсырмалар арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту әдістемесі. Ары қарай. Мақсатым ұйымдастырушылық дағдылар, зияткерлік дағдылар, бағалау дағдылары, коммуникативтік дағдылар. Бағдарламаның міндеттері: оқытудағы сауаттылықты дамыту, математикалық сауаттылықты меңгерту, қарапайым математикалық дағдыларды қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері: оқушылар білу керек. Көбейту кестесін әртүрлі есептерде қолдануы, периметрді табу тәсілін және оның өлшем бірліктерімен логикалық есептерді пайдалануы, математикалық амалдар тәртібі, күрделі теңдеулерді шешу. Оқушылардың қолдана алу керек. Кәсіби кестесін, көбейту кестесін әртүрлі есептерде қолдану. 3 амалмен шығаратын есеп, 2 жазбаша амалды шығару, күрделі теңдеулерді шешу алгоритмі, өлшем бірліктерін салыстыру, өрнектілік, тікбұрыштың ауданын табу, периметр және ауданын табу есептерін теңдеу арқылы шешу. Өзектілігі: мектептегі білім беру жүйесінің құрылымында үлкен өзгерістерге ұшырады. Қазіргі уақытта түлектерге қоғамның сұраныстары алдыңғы қатарда шығады. Бұл командалық жұмыс дағдылары, көшбасшылық қабілеттер, бастамашылық, қаржылық және азаматтық сауаттылық, қоғамның тапсырысы, стандартты емес шешімдерді қабылдауға қабілетті, бар ақпаратты пайдалану. Ары қарай. Бағдарламаның бөлімдері: есептерді математикалық амалдар арқылы әртүрлі жолмен шығару, бұл 10 сағат, өлшем бірліктері арқылы берілген өрнектерді шешу 17 сағатқа берілген, теңдеулер және өрнектері 7 сағатқа берілген. Бұл 3-ші сыныптың оқу бағдарламасы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Маратова Арай Маратқызы, 177-ші мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі менде де математика пәніне арналған, 4-ші сыныпқа арналған авторлық бағдарлама. Тақырыбы: өзіндік жұмыс тапсырмалары арқылы функционалды сауаттылықты дамыту әдістемесі. Слайд қосылмай тұр, слайд. Міне, келесі бет. Өзіндік жұмыс тапсырмалар арқылы функционалды сауаттылықты дамыту әдістемесі. Бағдарламаның мақсаты жалпы білім беру дағдылары тиісті жас тобының оқушыларына қолжетімді деңгейде барлық пәндерді оқыту барысында дамыту. Бағдарламамның міндеттері: жаратылыстану ғылымдары бойынша сауаттылықты арттыру. Осы бағдарламамен жұмыс барысында бала бойында сенімділікті туындатып, сол арқылы қоршаған орта мен әлемнің белгілі бір жүйеге бағынатынын түсіндіру. Қызықты есептерді шығару арқылы логикалық ойлауын жетілдіру, математикалық теориялық білімін практикамен байланыстыру болып табылады. Бағдарламаның өзектілігі: оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру жаңаша педагогикалық теория мен практиканың өзекті мәселесі болып тұр. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту оқу тәрбие процесіне ықпал етудегі өмір талабы. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жолдары: олардың танымдық қабілеттері мен өзіндік іс-әрекеттерді дамыту педагог, психолог, әдіскерлер және яғни біз мұғалімдердің міндеті. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мәселені шешуде оқу сапасының артуына технологияларды ұтымды қолдануға көмек беретін негіз болып табылады. Өзіндік жұмыс тапсырмалары арқылы функционалды сауаттылықты дамыту әдістемесі, яғни 4-ші сыныпқа арналған бұл бағдарламада аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды. Бағдарламаның тұрақтылау бөлімі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде келесі бет.
бет ашып бірінші бөлімде есептерді математикалық амалдар арқылы әртүрлі жолмен шығаруға 10 сағат берілген. Екінші бөлімде өлшем бірліктер арқылы берілген өрнектерді шешуге 17 сағат берілген. Үшінші бөлімде белгілер мен есепті өрнектерге 7 сағат берілген. Келесі бет. Қорытындылай келетін болсақ, елдің ертеңгі білімінің тереңдігімен өлшенеді демекші, үздіксіз өзгеріп тұрған әлем адамынан қабілет пен қажеттіліктерді үздіксіз дамытуды талап етеді. Сондықтан білім беру саласының басты мақсаты оқушыларды өзгермелі өмірде қорықпай, еркін өмір сүруге, білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап дәрежеге өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, аналитикалық ойлау қабілеттерін дамыту және олардың шынайы өмірде дара тұлға етіп қалыптасуына ықпал ету. Шәкірт нығырлай беретін ыдыс емес, керісінше тұтандыруды талап ететін шырақ демекші, оқушылардың жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту және оларды шынайы өмірдегі дара тұлға етіп дайындау мектептің, яғни біздердің ұстаздардың басты мақсаттарының бірі болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Ал құрметті әріптестер, міне біздің бастауыш сынып мұғалімдерінің бүгінгі дайындаған вебинары осымен тәмамданды. Сіздерге көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен өзіміздің іс тәжірибемізді бірге бөлісіп отырғандарыңызға көп рахмет. Енді өздеріңіздің жалпы осы вебинар бойынша әр қызға қоятын сұрақтарыңыз болса, қазір шамалы уақыт қалды ғой деймін. Астында комментарий жазған жерге, сол жерге сұрақтарыңызды қойсаңыздар, сұрақтарыңызға сол қыздар нақты жауап береді. Сіздерге көп рахмет. Болашақта еңбектеріңізге творчестволық табыс тілейміз. Наурыз мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Рахмет. Осымен вебинарымыз аяқталды. Жақсы, рахмет. Керемет болды. Сіздерге сәттілік. Сіздерге де рахмет көп.